Балқы базар айтады. Тамдыда өскен ғой, Қызылорданың Қазалысында туған. Тамдыда қайтсын. Арнушка. Балқы базар 7 күн 7 жырлаған. Сол кісі айтады. Жақсы менен сөйлессең, балға шекер қашқандай. Жаман менен сөйлессең, итке сүйек атқандай. Ойласаңдар жігіттер, нәмәрт қандай, затсыз қандай, зат қандай. Жүйрік шешен тіл қандай. Жақсы менен, білімдімен сөйлессең, білімсізбен сөйлессең, рахмет. Білімсізбен сөйлессең, айдалаға айтқандай. Мақтағаның жаманды жау сиырға қоңырау байлап таққандай. Жақсының сөзі сап алтын жүрегіңе май жаққандай. Жаманның сөзі адамға тиеді шая шаққандай. Артыңа садақпен атқандай. Туысқанмен ұрыссаң, есікті қатты жапқандай. Жақсы менен сөйлессең, жаныңды ауа тапқандай. Ісің түссе ондайға орындатар мақтанбай. Көңіліңе өсер раушан боп ағарыптан атқандай. Жақсы менен жаманның арасы жер мен аспандай. Түсіне білер кісіге бір ауыз айтқан сөзімнің ауырлығы батпандай. Түсінбеген кісіге маубас ұйықтап жатқандай. Білесің кейін басыңа үс түскенде сасқандай. Сараң менен жомартты өлшестіріп қарасаң, ылдемен зәулім асқардай. Ғалым менен наданды салыстырып қарасаң, дария бұрқырап тасқандай. Әр нәрсенің осындай айтатұғын парқы бар. Қадірін білсең мысалы кәрілікпен жасқандай. Өздерінде жақсының оңай емес алдында татусыз сөз табуға кібір текпеп жасқанбай. Ойыл менен қырымды, сырым менен жырымды отыр міне бүгін қуанып, басын қосып қосқандай. Опасыз мына сұм жалған өлшеулінің бір біткен соң өте шығар бір күні көзді жұмып ашқандай. Осы сөздерімді мұқият тыңдас егер, ер жігіттің қорғызымен бір жатқандай, ай егер сөзіңді тыңдамаса, мылтықты оқтап алып, құм қатқандай деген екен. Деген бабамыз айтады, жақсы адам туралы. Иілмей тас болғаннан сынған артық, басыңа пәле келсе тынған артық. Мінгенше жамандармен алтын таққа, жақсылармен бірге түскен зындан артық дейді. Өйткені жақсы адамды табу өте қиын. Жақсы адам байқап сөйлейді, жаман адам шайқап сөйлейді. Жақсымен жанас, жаманнан адас. Жақсыдан шапағат, жаманнан кесапат. Жақсы адам сөйлесе аузынан гүл төгіледі, жаман адам сөйлесе аузынан жын төгіледі. Жақсының айтқан әрбір сөзі дермене шыққандай, жаманның сөзі түйеден түскендей деген сөздер қалған. Сондықтан жақсы адамды бағалай білу керек. Жақсының жақсылығын айт, нұр тассын, жаманның жамандығын айт, құты қашсын дейді. Бешік басқарып кеттім. Салмақ деді тым қызба, қалдым кенет арбалып бір жұлдызға. Бар әлемнің сұлулығын сыйғызып, қалай құдай бере салған бір қызға. Одан әлі тілі менің жетер ме, тұңғиыққа әлде алып кетер ме? Сол сұлға бір қарап, сол сұлға түсіп кетсе жанарың, бұл өмірге келмегеніңді келге. Өргеңсе жүрегіңді жандырып, естен танған жүрегіңді қалдырып, сол сұлға бір қарап, ал сосын өліп кетсең өкінбейсің. Құрметті қазақтар, қазақша сөйлейтіндер және мұсылман бауырлар, барлықтарыңды көктемнің ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтап, жанұяларыңа бақыт тілеймін. Осындай әдемі мейрамның қарсаңында бүгін мен үйге көңілсіз келгенімді сіздермен бөлісе кеткім келіп отыр. Бүгін кешкісін маған бір жақын танысымның әйелі звондап үйге келіп кетуін сұрады. Себебі оның жолдасы менің жақсы танысым осы соңғы 2,5 жылдың ішінде қатерлі ісік ауруына шалдығып, сонымен алысып, арпалысып жатқан еді. Және негізінен ол өкпеден басталып, содан кейін метастазасы миға кетіп, бас сүйегін ашып, соны операция жасалған, содан бірнеше рет химия алып, қайтсем де аяққа тұрам деп талпынып жүрген жігіт болатын, ештеңені мойындамайтын. Ал енді ауруының асқынуына байланысты соңғы кездері әйелі жұмыстан шығып, соны қарап отырып, ешқандай қаражатсыз қалып отыр. Және ондай ауруда алысқан кезде бүкіл жиған терген соңғы тиындардың бәрі дәрі-дәрмекке кететіні бәрімізге белгілі, басқа бермесін. Енді осы жағдайда мен шақырғанда үйіне барып, біраз көңілін көтеріп әңгімелесіп отырдым, бірақ байқағаным жаңа сойталдай азамат жігіт, салмағы 80-90 килограммдай болатын ұзын бойлы жігіт еді, керемет. Еңбекқор. Қазір салмағы 45-50 килограмм болып, ауру әбден жеген екен. Бұғанға дейін кіріп жүргенде көңілін аулап жүрдік. Соңғы бір 5-6 айдың ішінде мен кіріп шыға алмай қалдым өзімнің тірліктеріме байланысты.
және тура осындай ауруменен менің өзім туған қарындасым ауырып, ол да больницада жатыр, оған көмектесіп жатырмыз. Сонымен ойымыз Сан-Саққа жүгіріп, осындай жағдайға душар болбек. Бірақ қарындасым жағдайы жақсы. Ал енді міне жерде байқағаным, жаңағы досыммен сөйлесейін десем тілі күрмелген, дауысы шықпайды, жүріп тұра алмайтын дәрежеге келген, біреудің сүйемелдеу керек. Сол себепті әйелі бұны жарты жылдай болыпты, жұмыстан шығып босап қарап отырғанына. Және сол жерде мен түсінгенім, бұлар сол үйдің электр жүйесін біреудің жекеменшік трансформатор арқылы алады. Тоқты және соған төлейді, сол арқылы реске төленеді. Ал оның иесі трансформатордың бұлардың мойнында сол ауырып жатқан кезде адамгершілік жасап, қарызын сұрамаған светтің құнын. Сонымен светтің жағдайы қазіргі таңда 1 миллионға жақындап қалған екен. Соны есі шығып, сондай әңгімелер болды арасында. Мен ішімнен қиналғаным, хоть жартылай болсын, 1/3 болсын көмек бере алмағаныма қиналдым. Ораза кезінде бір үлкен сауап жасайын деп, пікір садақа берейін десем, пітір садақамды олда қарасам мен 7-8 адамға беретін, өз жанұямның 8-9 адамына беретін, есептеп беретін, ол ештеңен шешпейді. Сонымен қазір мен өзімнің оқырмандарыма хабарласып отырмын. Себебі сот, мына желілерде қарасаңыз, біздің сөйлеп жатқандардың бәрі бітпей жатқан Мүбәрак мешіті немесе басқа да мешіттерді айтып, ораза кезінде үлкен сауапқа бөлінгілерін келсе, сол мешітке ақша аударыңдар деген әңгімеден басқа ештеңе көрмей отырмын. Ал енді менің айтайын дегенім осы жерде, ана дүниеге дайындалып жатқан адам қарызсыз кеткісі келген соңғы арман қылды болып көрінді маған. Осы жерде таразының басына салынбай жатқан мешітті қойып, немесе бір адамның тағдыры соңғы арманын қойып отырған кезде екеуінің арасы жер мен көктей сықыл болып көрінеді. Сол себепті менің сіздерден сұрайтыным, садақаларыңыз болса, пітір садақаны осы азаматқа берсеңіздер. Немесе кім қол үшін берем десе, кішкене сәл артығырақ көбірек берем десе, тоже осы азаматқа берсеңіздер. Оны сіздердің аманаттарыңызды мен арқылы істеулеріңізге болады. Менің Каспий нөмірім 707-235-30-99. Асан Смағұлов, Алматы қаласынан. Көп рахмет. Сау болыңыздар.